Адам ағзасында ас қорыту жүйесі ауыз қуысынан басталады. Ары қарай жұтқыншақ, өңеш, асқазан, ас-ішек, тоқ-ішек бөлімдермен жалғасып, тік ішекпен аяқталады. Ол процестің ортасында бауыр, өт жолдары, ұйқы бездері қызмет атқарады. Ауызда тістер арқылы ол бізде тамақ механикалық өңдеуден өтіп бөлшектенеді. Ауызда арнайы сөл бөлетін бездер бар бізде. Шықшыт бездері, тіл асты және жақ бездері. Осы жерден сөлдер бөлінеді. Одан соң бізде амилаза деген фермент бар ауызда бөлінетін. Осы фермент арқылы ең бірінші бізде ауыз қуысында тағамның құрамындағы көмірсу ыдырай бастайды. Тіл арқылы ол жұтқыншаққа өтеді. Жұтқыншақ бізде тыныс алуға да қатысады. Сондықтан да біз оны кейде тыныс алу мен ас қорыту жүйесінің түйіскен жері деп атаймыз. Ары қарай бізде өңешке түседі. Өңештен асқазанға түседі. Асқазанның бізде өңешпен байланысқан жерінде кардиальды сфинктер болады. Ол тамақ түскеннен соң ол сфинктер жабылады, яғни асқазандағы тамақ өңешке қарай өтпейді. Асқазанда бізде ашқұлыр, пепсин деген сөлдер арқылы белоктар ыдырайды. Асқазаннан соң ашекке түседі. Ашектің бастапқы бөлімі бізде ұлтабар деп айтылады. Ұлтабарға бізде келеді бауырдан өт бөлінеді және де ұйқы безден арнайы ферменттер бөлінеді. Липаза, амилаза және протеаза деп аталады. Липаза деген майды ыдыратады, амилаза көмірсуды, протеаза яғни бізде белокты ыдыратады. Ол бізде ұйқы бездің экзокринді қызметі. Ұйқы бездің бізде эндокринді қызметі инсулин, гликагон және соматотин деген гормондар бөледі. Инсулинді баршамыз білеміз, ол бізде көмірсуды ыдыратып тіндерге сіңдіреді. Осы жерде барлығы сіңіп ыдырады. Ары қарай бізде ас ішекте бүрлер болады. Бүрлер арқылы ол бізде қанға өтеді. Қан арқылы бізде барлық органдарымызға қорек заттар барып, адамда энергия, күш-қуат пайда бола бастайды. Енді бізде қорытылмай қалған, сіңірілмей қалған тамақтың бөліктері болады. Оның барлығы ас ішектен тоқ ішекке қарай өтеді. Тоқ ішектің 3 бөлімі бар: өрлемелі, көлденең және де төмендемелі. Осы бөліктерден өтеді де нәжіс массасы түзіліп, тік ішекпен сыртқа қарай шығады. Осымен бізде ас қорыту жүйесі аяқталады.